Grand Mobile'da новичокка қалай көтерілуге болады? Бірінші бөлім. Келесі бөлімдерді өткізіп алмас үшін лайк басып тіркелуді ұмытпа. Ал біз бастаймыз. Пайда бола сала менюдашы промокоды дегенді басамыз. Және менің промокодымды енгіземіз. Соған бола бізге гелик және 5-ші уровенде 30 000 рубль береді. Енді қайтадан менюді ашып, задание дегенді басамыз. Бірінші тапсырмада сендерге жай ғана 20 секундтық видео көру керек. Ол үшін смотреть видео дегенді басамыз. Болғаннан кейін бізге 2000 рубль береді. Келесі квест тоже оңай. Пайда болған вокзалдың қасында мынандай Grand Шаурма деген жерге келесіңдер. Және 200 рубльға шаурма сатып аласыңдар. Соған бола сендерге 1500 рубль төлейді. Шіркін, өмірде де осылай шаурма жегенге бола ақша төлесе ғой. Келесі задание аздап қиынырақ. Бізге шахтаға барып 700 килограмм руданы тасу керек. Отметитті басамыз. Вокзалдың қасында мына жерде қызыл рубашка киген ағай тұрады. Содан скутерді арендаға сатып аламыз. Және берілген жерге барамыз. Жеткен соң вот мына ағайға келеміз. Және начать рабочий день дегенді басамыз. Шахтаға барып, қалаған комнатаны таңдап жұмысқа кірісеміз. Және осындай сообщение шыққанға дейін жұмыс істей бересіңдер. Содан кейін шахтаға шығып, жәнегі ағайға қайтадан қайтып келіп, жұмыс күнін аяқтайсыңдар. И прикиньте, маған небәрі 4000 рубль төледі. Ал осы тапсырманы орындағанға бола бізге 10 000 рубль береді. Ал келесі тапсырма ең оңайы деп ойлаймын. Саған жай ғана правительствоға барып, паспорт алу керек. Ол үшін біз мотоциклға қайтадан отырамыз және правительствоға барамыз. Жеткен соң ішіне кіріп, вот мына апайдың қасына келеміз. Потом поговорить дегенді басамыз. И бізге автоматически паспортымызды береді. Және тапсырма да орындалады. Егер видео пайдалы болса, сақтап қой. Және келесі бөлімдерді өткізіп алмас үшін лайк басып тіркелуді ұмытпа.